дейміз Әлихан екеуін. Одан кейін Ержан деген ініміз Шымкенттен барды баласымен бірге. Алған көңіл күйіміз ол жерде керемет болды. Қонақ шақыру, қонақ күтуі Қармақшының бөлекше болды. Ол жерде жаңағы астың бірінші күнінен соңғы күніне дейін бір тыным алмай қызмет етіп, жаңағы біз жатқан жерге әр жарым сағат сайын, бір сағат сайын мәшінмен балдар келіп тұрды. Жігіттер, қызметтегі жігіттер. Аға, бірер жерге барасыз ба, бірер нәрсені көресіз ба, анаған анаяқ, мынаяқ деп жаңағы барлық жағын қызметті атқарды. Даже біздер сол қонақасыда, аста жүрген кезде жанында тұрған Қорқыт атаға баруға үлгермедік. Кешқұрым бір жерден жаңағы бір ініміздің үйінен қонақтан шыққаннан кейін жаңағы Талғат інім Ғалымжан аға тез етіп айдаңыздар біздің арқамыздан деп Талғат үйіне келіп Талғаттың үйіне түсеміз. Сол жерден демалып асанда жол жүреміз десек, шіркін ана Нұрсұлтан деген баламыз барып Қорқыт атаның музейін аштырып қойған екен. Ғалымжан атам ең болмаса Қорқыт атаға да зиярат қылып кетсін деп. Енді ол сөзбен жеткізетін нәрсе емес. Одан қайтып келе жатқан кезде Шахан ағам мен Ержан бауырым екеуі, мыналар түбі келді ғой, біратала қонақ қылайық деп, олар да қармақшылық жігіттер. Ағам да, інім де қармақшылықтар ғой. Келіп, Қожа Ахмет Яссауиге зиярат қылдырды. Одан қайтып келіп, Шахан ағам үйінде қонақ болып, сөйтіп тұрып қайтқан ретіміз болды. Қармақшылық ағайынның барлығына да Алла тілеулерін берсін. Мына ораза айында біріншіден ораза қабыл болсын, екіншіден тағы бір рахмет айтып кететініміз, мына Ержан ініміз, Ержан бауырым 2-2,5 жыл көлемінде шежіре жинап, Ақтөбе деген жоқ, мынау не деген жоқ, қыр елі, сыр елі, тау елі деген жоқ. Барлығымен байланысты отырып, Ақтөбеден Майрамбай, неден Қармақшыдан Асылхан, тау елінен біздер бәріміз жинап, үлкен бір іс-шара өткіздік. Шежіре кітабымыз шықты. Одан кейін барып, асты басқарған Базарбай ағалар мысалға, жаңағы жырауларды, ғылыми конференцияны барлығында жоғары деңгейде өткізіп берді. Енді ол бір сөзбен жеткізетін нәрсе емес, бұл қысқаша ғана видео жазбада рахметімізді айта кеткіміз келіп отыр. Бір нәрсе ағайындар есте болсын, кеше Ғалеке сол ана жерде айтқан әңгімелеріңіз бір қызықты әңгімелер болды деді. Мынау ертең елге тарайды ғой, елге тарағанда Ақтөбеден шыққан ағайындардың ішінде сұрау қойылды. Сұрау қойылғанда осы Қаратамыр өзің үшін бозғыл бол деген сөз қаяқтан шықты деген әңгіме болды. Қысқаша айта кетейін. Бозғыл атамның бірінші кемпірінен Емен Дәулет атамыз туылады. Емен Дәулетті кейіннен Қарақожа дейді. Қарақожадан кейін барып Қаратамыр дейді. 3 аты бар. Емен Дәулет 4-5 жасында жаудың қолына түседі. Ауылын жау шабады. Жау шаққан кезде әжеміз жаңағы үлкен серкенің мүйізіне байлап жүреді. Ең болмаса жаудың қолында кетпесін. Енді бала мал қай уақытта да бір малға қосылады ғой. Сол әйтеуір біреу асырап алар деген мағына шығар. Енді ол әжеміз қай оймен не қылғанын. Сонда өтіп бара жатқан керуенде қожалар тауып алады Емен Дәулет атамызды. Қожалардың қолына барып сол жерде 4-5 жасар бала не екенін, басқа екенін айта алмайды. Содан ол кісіні Қарақожа, мынау Қара Қожа деп Қарақожа атанатын себебі сол. Қарақожа атамның әруағы қолдасын деп Қаратамырдың ішінде айтатын жер содан келіп қосылады. Бозғыл атам тоқалынан туылған
Торбай Сарбай Келдібай қайқыға айтады екен, менің бір балам жаудың қолында кетті ма, айырылып қалдым, көзден таса қылып қалды. Сол баланы көрсеңдер, келбеті мен сол аяғының таңбасы, сол аяғының кішкене шынатайының ортасында теңгедей қал бар. Сол қалға қарап, сол таңба түрі маған келеді, әкесіне ұқсайды дейді ғой. Сонда Торбай атам бір күні келіп, қожалардың ауылында үлкен ас болып жатса, сол жерде өзінің әкесінің көз алдына көреді. Ойбай, мынау менің бауырым ғой дейді. Сол жерде қожалар айтады, қандай бауырың, бұл қара қожа, бұның аты Емен Дәулет. Сөйтіп талас кеткен кезде, ол кезде не бар ғой жаңағы, қазылар бар, қазының алдына келеді, қожалар да отыр. Бұл біздің қара қожамыз. Енді білет, 5 жасында тауып алып келген. Қандай нең бар, дәлелің бар дейді. Сол аяғындағы етігін шешсін, кішкене Шынатайдың ортасында қал бар дейді. Аяғындағы етігі ма, мәсіні ма, соны шешіріп қараса, айтқан таңба бар екен. Болды, сен таңбаңды таптың, дәлеліңді айттың, жантық дейді ғой. Торбай сонда қынынан пышақты алып, ортада жанып тұрған отқа жан тігудің бір түрі, мына бармағын кесіп, қан тамызады екен. Торбай атадан 5 бала тарайды. Соның екеуі Хорезм ханына, екеуі Самарқан ханына қызмет етіп, Торбай аталығы аздау болып қалатын себебі сол. Көп адамдар айтады, Торбай жан тіккен, содан кейін тұқым тарап кеткен деп жатады. Жан тігіп отыр ғой біздерге. Содан кейін барады да, ойбай, Емен Дәулет болса, Емен Дәулет екен, анау жан тікті. Өзінің басын тігіп отыр ғой, тұқымымен. Содан Емен Дәулет атам өзі палуан кісі болған екен. Сол жерде астың үстінде күресіп, әруақ деп бір палуанды көтеріп ұрған кезінде осаудай тамырлары шығып кеткен екен дейді. Сонда біреу Емен Дәулет деп айқайлап отыр, біреу жаңа Қара Қожа деп айқайлап отыр. Ол кезде дуалы ауызды адамдар көп қой. Бұл қаяқтың Емен Дәулеті, қаяқтың Қара Қожасы, ол тұрысымен қара тамыр ғой деп біреу айтып берген. Содан қара тамыр болып тарайтын жеріміз сол ағайын. Елдің ішінде жаңа айта кеттім ғой. Қара тамыр өзің үшін бозғыл бол дегенді әзілдеп жаңағы айтқанда, біздің елде кішкене бозғыл Дүйсенбай деген атамыз өткен. Қоңыр қара тамыр. Сол Дүйсекең бір қыдырып келген кезінде атын айтпай-ақ қояйын, руы жолай қара тамырға күйеу Дүйсекеңмен замандас. Сол кісі, ай Дүйсенбай, не үшін өзің үшін қара тамыр, не үшін өзің үшін бозғыл бол деген. Соған бір жауап бершкен, сен білгісің ғой, көп елі аралайсың деген кезінде Дүйсекең айтқан екен дейді. Бұны бір жен айтқан шығар, әзіл бар күйеу айтқан шығар, пәленшем деген біреу айтқан шығар деген екен дейді. Сол сияқты жаңағыдай өзің үшін бозғыл бол дегенде дәл осылай жауап берсе болады. Бізді Торбай атам жан тігіп елге қосқандығы рас. Содан кейін Торбайды мына бозғылдың балдардың ішінде ең жақыны қылып өзіне тартатыны рас. Тек қана Қармақшыға рахметімізді айтамыз. Алла жазса, Жабасақ атамның асында да жоғары деңгейде өткізеді деген үміттеміз. Кәнебеке, өнеге дейін Қармақ туралы. Қармақшы, саламағалейкум ағайындар, Қармақшылық бауырлар, өте жоғары деңгейде өтті. Біз енді қалай болып барамыз, қалай өтеді деген деп ойланып едік, жоқ, өте жоғары деңгейде өтті. Күтіп алуы ол кісілердің. Өз бауырлай күтті ғой. Қандай қызмет қылуы жастардың ол жердегі. Рахмет барлығына, Алла разы болсын. Алмат деген бауырымыздың үйіне біздер түстік. Сол жерден 4 адам болып. Ол әдемі қарсы алды біздерді, өте рахмет. Үйінде келінге рахмет. Жүгіріп жүріп, тамақты қандай тамақ жейсіздер, аға, не ішетін едіңіздер, шайдың қандай ішесіңдер деп. Біратала жүгіріп алдымызға түсіп жүрді емін деп. Оның қыздары бар екен. Мәне ол бөбектерде балай жүгіріп, арқамыздан су құйып жүгіріп бәрі қызметті өте істеді, жақсы. Қорықта Таңестен музейіне бардық, оны көрдік. Сол кезде бір тағы конференция біресе болады деп еді. Сонда да қоймай, ана музей жабық қана олай деп еді. Сонда да есікті аштырып біздерге кіріп көрсетті.
Рахмет ол жердегі жігіттердің бәріне. Алғысымыз шексіз. Әне осы қармақшылық ағайындай болып барлық жерде де өстіп қызметтерін істей берсе, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын өзім. Ассалаумағалейкум ағайындар, қармақшылық. Мына оразаларыңыз қабыл болсын. Мына кеше осы сентябрь айында Бейсенбай бабамыз ас берді, қабыл болсын астарыңыз. Мына екі ағаларым барып келді. Бізде бір оқталып едік, барымыз белгісіз себептермен бара алмадық. Енді мына кісілер айтып келгенде біз қызығып, неге бара алмадық деп өкіндік енді. Сондай бір жақсы күндерде кездесейік. Бізге де нәсіп болсын сондай бір ас беру. Мына шежіре кітап шықты, Ержан ағамызға рахмет. Осы бүкіл семетелік ағайындардың басын қосып үлкен том кітап шығарды. Сол мына кәлпе ағайындарына да біздерге де сол жұғысты болсын сол кітап. Дұрыс. Жақсы күндерде бір жақсы тойда кездесейік ағайындар. Айтқанымыз. Рахмет жігіттерге. Мына естіп отырық қой, біз қармақшылығына Талғат ағамызбен кеше жақында осы келіп кетіп, жақын таныстық. Мына Ғалике, мына Бердан ағам айтқан кезде риза болдық, қызметтерін айтып отқан кезде. Сол ауызбіршілікте сол жақсы күнде кездесейік ағайындар. Алла жар болсын. Жақсы. Сау саламатта кездесейік.